Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше хит болып жатқан пирогтың тәсілімен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызға майымызды салып, қолымызбен әбден үгітіп сіңдіріп аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды, қамыр қопсызғышымызды, бір жұмыртқамызды саламыз. Осындай болып шығу керек. Ол әбден басып болғаннан кейін салафанға салып қоямыз. Бір 10 минутқа тындырамыз. Қыздар салмасына жер жаңғақ, кептірілген жүзімдердің әртүрлісінен үй қоюландырған сүттен қосатын боламыз. Дайын болған қамырымызды әдемілеп ыдысымызға салып, қолымызбен осылай жайып шығатын боламыз. Қыздар жан-жағына әдемілеп жасаймыз. Әдемілеп жайып біткеннен кейін салмасын салатын боламыз. Ең үстінен сгущенканы әдемілеп жақсылап құямыз да духовкаға 180 градусқа 20-30 минутқа салатын боламыз. Қыздар, міне уже дайын түрі. Қарап отырыңыздар. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осылай әдемі, дәмді үгітілген қазіргі хит болып жатқан восточный пирогымыз чайға демде тәтті бәліш болып шыға келеді.